Евгений Арсланұлы Букенов атындағы Қарағанды университетінің жігіт сұлтаны командасы. Каргудың армандары, Пақшырқын, қыздардың армандары, Белде, жігіттің сұлтандары, Еді, келіп қалды ортаға. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, бүгінгі ойынның тақырыбы балық шаққан саяхат. Балық шағында бар ғой? Сен балық шағын айтшы. Біздің балық шақ. Таңның атысы, кештің батысы, асық пен фишка ойнап, екі тастан ворота жасап, футбол ойнап едік қой. Көш ол қай ғасыр, қай заман ол? 2005-ші Қарсыластарыңыз кім? Жігіттер ма? Аямаңыздар, қасқалығыма қарамаңыздар. Сделайте не больно! Олай болса, ойынға 1 сағат қалған кезде бізді қадап біткен телевизордың сөзімен бастаймыз. Жігіттер ренжімеңіз, сөйтер оқым. Көретін достар, тамада жігіт бананды қатты жақсы сөзді қалай болады екен? Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қауымдар, сіздерді бүгінгі ақ дастарханға жайғаныңызды сұраймыз. Банан келді, банан. Сонымен көреміз достар, өзбек бала үйінде. Мама, су берші. Мен сосын құм цемент бәрін жүрген салатын қашан жаққа. Сонымен көреміз достар, дүкенде болған оқиға. Так, сәлеметсіз бе? Маған, пожалуйста, 2 килограмм алма және 1 банан. Жеге де банан алсын. Сонымен көреміз достар, егер де балықтар сөйлеп ойнаса қалай болады екен. Сөйлеп, түңгеш. Сонымен достар, егер де сығыш сабағынан циркуль шығып тұрса қалай болады екен. Саған не ол? Бұл сәтімен радио қоғасы қой. Өте ялшақ сиыр көреміз. Ағай, қоран есігін жаушы, бұзауын дейміз болайшы. Құрметті достар, сөз соңында. Біз шаршадық деп айтпаймыз, әкеміз көрген қиындықты көрмедік әлі. Біз шөлдедік деп айтпаймыз, анамыздың ақ сүті таңдайымыздан кетпеді. Рахмет, Каргу. Жігіт сұлтан командасына бір қошемет соқпайық. Аяқ астынан бірнеше балаларының ауырып қалу байланысты жағдайына команда біз жерге тастамаймыз, керісінше шығамыз деп осы қарқынмен ойнап шықты. Сондықтан да бұл командаға басқаша көзқараспен қарау керек. Рахмет жігіттер.
Дәл осы команданың қарсыласы Қарағанды Академиясы, КВШ құрамасы. Ұялы телефонды дайындаңыздар. TikTok'ты ашып, рекке шығуды күтіңіздер. Алдарыңызда КВШ құрамасы. Каргу. Ойын қай жерде өтіп жатыр? Каргуда? Қазылар алқасында Қуаныш Сейітханов қай жерде түлеген? Каргуны түлемін. Жігіттер, мына жерде ешқандай интрига күтіп отырған жоқ. Ендеше біздің командамыздан тарих. Біздің академиямыз Бәрімбек Бейсенов атында, Қарағанды университеті Букетов атында. Құрметті достар, біреу білер, біреу білмес, екеуі ағайын туысты. Кезінде тарихи деректерге сүйенсек, репрессия жылдары Сталин атындағы Жайдарман кубогы КВШ-да өткен. Сонда 30 жастағы Бәрімбек Бейсенов құрмет ретінде кубокты Каргуға берді. Яғни, қумаш, фантастика ғой. Фантастика демекші, құрметті Айбат аға, сіз біздің командамыздағы Айқынға краш дегені фантастика. Сондықтан біздің командамыздағы Айқын финалдық ойынға мықты дайындалып еді. Кәдімгідей НТВ-дан детектив, сериалдар көріп, образға кіріп, международный уровеньда дайындалсын ғой ол қазір. Біреу международный деді ма? Дамы и господа, встречайте Абдрахман Айхан. Қалай қарайсың? Көзіне жарқырап түскен Каргудың қыздары ма? Или Николин Айбаттың тісі ма? Ну, жігіттер, я же говорил вам, я не люблю пафос. Мен айттым ғой, мен простой адаммын. Сендермен менің ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Айқын, Жайдарманды Айбат Николиннің бұғына жасаған плагиат қой? Жоқ, әлі де шатасасың. Бұл Абдрахман Айқынның Николин Айбатқа выходына жасаған кавері. Так, жігіттер, ойынға оралайық. Бүгінгі біздің қарсыластарымыз кім? Каргу? Кто? Каргу? What? Каргу? Where are you? It's not cargo, it's cargo. Не деп кеттің? Shut up! Shut up! Cargo students, оның ішінде girls. I love you, baby. Жандарын аши, құрытпай, маған да шапал алып отырыңдар. Жігіттер, неге Айқын ғана шеттен шыға береді? Бізде ойнайық та, бізде ойнай аламыз, күлдірді аламыз де. Ойнай аламын дейсің ба? Иә?
Әлібек өзіңе айтамын да. Асқар, сенен бір потенциал, бір талпыныс көрдім да. Команда капитаны ретінде шеттен қазір хабарлаймын. Құрметті ханымдар мен мырзалар, алдымызда өнер көрсететін Сымбатұлы Асқар. Не деген тыныштық. Кім залға шегіртке алып көрген? Ойнатсаң, ойбай, мен ойнатадам, мен үйденам, мен көтетам, мен шектен шам деп атырам ғой. Сен более гитара алып шықсың. На гитараны Бибулин Айбат ағамыз көрсе не болады білесің ба? Жігіттер, осы әзілдің орнына бір үш мықты әзіл болғанда, бұл ойын мен үшін потолок болушы еді деп айтады, білесің ба? Нұртай ағамыз дейді. Нұртай ағамыз жігіттер самарияда тура керек дейді. Малика ханым дейді. Малика хан жаным. Қалай жаным? Несмотря на мало времени, вы очень хорошо подготовились. Деп айтам, мақта болады да, мен өз балымды бақытты жастарына беремін деп айтам. Және Қуаныш Сейітхан ағамыз. Не дейді? Осыған бір екі забивка, 4 уголь и бір мультифруктовый вкус болғанда сол болушы еді деп айтады. Так что сен өзің гитараңда, өзің де керек емессің сен. Татыш, асық. Табел, асыш. Жоқ, бұл емес, керексің, асыш. Орысында айтады. Айқын, серьезно? Біз басқа командалар ұқсап, кубокты ұту үшін ғана келген жоқпыз. Біз халық, полиция қызметкеріне деген көзқарасты өзгерту үшін келдік. Менде армияда. Біздің қаншама тергеушілеріміз бала шағасын, ата-анасын тіршілігін тастап күндіз-түні жұмыста, қылмысты ашып, жоғалған ұялы телефондар тауып жатқан жоқ па? Неге қылмыс ашылмады? Абу бандиттер, сіздер, полиция қызметкерінде тек дубинкамен жүреді дейсіздер. Бізде наручник бар, газ баллончик, ПМ бар, абинама жігіттер, абина! Жігіттер, уже финал. Жаңа сахна артында тұрып, қайта келеді да. Құрметті жігіттер, КВШ құрамасы за собой мусор не оставляем дейді. Обидно ма? Обидно! Азиз, сезон бойы ойнамай, күлдіріп, финалда чемпион болып кетсек, приятно ма? Приятно!